Өтсе болды, халыққа ұнай ма, ұнамай ма білмеймін әйтеуір. Ең бастысы маза болды халыққа. Ал 1, 2, 3. Тарихтың да, тағдырдың да тауқыметін көп тартқан, түгел түркіге түбірмін. Тегі ешқашан бұзылмайтын, демі ешқашан үзілмейтін ғұмырмын. Өксік емес, өнеге боп қалады, бәрі қасіретпен мұңымның. Мен үйткені, тірсегінен қасқырдың сірі жіптей суырылған сіңірімін. Құдай деп оянатын қазақ ем, әруақты айтып тірілдім. Қазынасын ақылмен байытқан, базынасын байыппен айтқан, жігерін тасқа жаныған, арын жаннан артық бағалаған арда қазақ армысың. Тарихын тасқа қашап, тәлімін тәпсірлеп отыратын ақылман жұрттың ұрпақ едік. Күре тамырымыз өсиетпен суырылып, бар болмысымыз тектілікпен теңескен. Қай қазақпен тілдессең де, көмейінде сарнап, сала беретін тәмсілге толы ғибрат бар. Ата қазақ аман тұрғанда бұл ғибраттың тамыры қурап, талқаны таусылмасы кәміл. Ертеде көне шаһардың қақпасында бір қария немересімен отырыпты. Бірде ат артып алыс сапар шеккен бір жолаушы қақпа алдына келіп қарияға сәлем берді. Жолаушы өз жөнін айта келіп қариядан: "Бұл қала қандай? Адамдары қалай? Өмір сүруге қолайлы ма? Мен тұрған қаланың адамдарының пейілі тар, пиғылы бұзылған. Содан жайлы жер іздеп келіп едім" дейді. Қария әлгі жолаушының қас қабағын байыппен бағып, өз қаласын жолаушының ойындай жаман етіп сипаттап береді. Аз уақыттан соң тағы бір жолаушы қақпа алдына ат басын тіреп, қарияның қасына жайғасыпты. Әлгі жолаушы өзі тұрған қаланы мадақтап, адамдарын мақтайды. Қария көңілінде кірі жоқ әлгі жолаушыға өзінің қаласын кереметтей қылып сипаттап береді. Атасының екі жолаушыға екі түрлі пікір айтқанына таң тамаша болған немересі: "Сіз неге олай дедіңіз?" деп таңырқай сұрақ қойыпты. Сонда қария: "Мынау жалғанда жақсылық пен жамандық, адалдық пен арамдық қатар жүреді. Ақ болмаса қара түс, қара болмаса ақ түс көрінбес еді ғой. Бұл тіршіліктің заңы. Ал жақсы болмақ та, жаман болмақ та әркімнің ниетіне байланысты. Жақсы ниет қылсаң, жақсы болады, жаман ойласаң, жаман болады" деп жауап берген екен. Мынау кіршіксіз әлемді кірлететін де, кір басқан кірбіңді мөлдірететін де пиғылымыз бен ниетіміз екен. Осы шағын ғана тәмсілдің астарында батпандай ой, баға жетпес құн жатқан әрдайым ескерсек екен. Құрметті көрермен, ақыл айту оңай, ал тура жолды нұсқау қиынның қиыны. Сондықтан да халық даналығын тәмсіл ете отырып, патша көңілдеріңізге зәредей болса да ой салуды мақсұт қылдым. Ғибратнама деп атаған өсиетке толы ойымыз көңілдеріңізден шығып жатса, каналымызға жазылып, ой бөлісе кетіңіздер. Қызым келіннен ғибрат алып өседі, ұлым елімнен ғибрат алып өседі дейтін текті халықтың ұрпақ екенімізді ұмытпай ағайын.